Қазіргі таңда еңбек нарығында көптеген өзгерістер болып жатыр. Бұл жаңа мамандықтардың пайда болуы, жаңа технологиялардың пайда болуы өзіндік ауқымды өзгерістер талап етеді. Осы жерде қазіргі нарықтағы еңбек ресурстарына талаптар өзгереді. Олардың құқықтарына, олардың жаңағы білетін дағдыларына, кәсіби біліктіліктерін үнемі арттырып отыру керек. Сол себепті мамандарды өмір бойы оқыту, яғни өмір бойы сол мамандықтарына дағдыларын жетілдіріп отыруды талап етеді. Осы жерде Жәңгір атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті осы принциппен жұмыс жасайды. Тек қана жұмыс жасап қоймайды, оны ары қарай дамытады. Біздің технологиялық даму орталығы қазіргі таңда тікелей тауар өндірушілермен де және біздің ғалымдармен де жұмыс жасайды. Біздерде әртүрлі бағдарламалар бар. Олардың бірі мысалы акселерациялық бағдарлама, яғни бизнес субъектілерін де біз жаңа дағдылар беріп дайындаймыз, және өзіміздің ғалымдарды да осы өздерінің жобаларын ары қарай нарықта өткізу үшін өзіміздің арнайы бағдарламаларымыздан өткіземіз. Енді орталық көбіне ауыл шаруашылық бағытындағы, яғни агроэкстеншн деген жобалық кеңсеміз бойынша ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне тегін семинарлар, вебинарлар өткізіп тұрамыз. Бұл арнайы мемлекеттік бағдарлама аясында өткізіледі, және кәсіпкерлікті ары қарай дамыту бағытында бизнес субъектілерімен тығыз жұмыс жасаймыз. Яғни бизнес субъектілері біздерге өздерінің нақты бір мәселелермен келеді, және сол себепті біз олардың проблемаларын, яғни мәселелерін шешу арқылы олардың мамандарын одан ары қарай біліктілігін арттыру бағытында жұмыс жасаймыз. Орталықтың негізгі бағыты бұл өндіріспен ғылымды ұштастыру болатын болса, осы жерде өндіріске енгізіліп жатырған ғылыми нәтижелерді сол кәсіпорынның мамандарының көбісі білмеуі мүмкін. Сол себепті біздер олардың технологиялық мәселелерін шешу арқылы өндіріске ғылымды енгізу кезінде олардың мамандарын қайта дайындаудан өткіземіз. Яғни ғылыми жетістікті енгізу ол белгілі бір дағдыны талап етеді. Сол себепті олардың мамандарын дайындау және қайта дайындаудан өткізу арқылы біздер оларға ғылыми сүйемелдеу жасаймыз. Қазіргі таңда университет тарапынан көптеген тауар өндірушілермен келісімшарт жасалды. Көптеген әртүрлі байқауларға қатысудамыз, бірге ғылыми жетістіктерді өндіріске енгізу бағытында, және осы бизнес субъектілердің технологиялық мәселелерін шешу арқылы біздер олардың белгілі бір деңгейде табысқа жетуіне жағдай жасаймыз. Яғни өндіріске ғылыми нәтижені енгізу деген сөз, ол бұрынғы тауып жүрген мысалы 5 теңгенің орнына ол ғылым нәтижесінде бұрынғыдай пайдасы 5 теңге болмайды, уже 10 теңге болуы, яғни шартты түрде түсіндіретін болсақ, сол себепті олардың технологиялары да дамиды, өндірістің нәтижесі де өзгереді, және олардағы жұмыс жасап жүрген мамандар бұрынғыша жұмыс жасамайды, олардың деңгейі басқаша болады. Сондықтан да қазіргі таңда бизнес болсын, университетте болсын, мамандар, яғни қайта дайындаудан өтіп отырады. Бұл жерде біздер сол жаңағы Күміс университеті бағдарламасында да мамандарды дайындау арқылы біз өз үлесімізді қосып келеміз. Енді бұл жерде айтатынымыз, осы орталық тарапынан жүргізіліп жатырған әртүрлі бағдарламаларға әртүрлі жастағы мамандар қатысады. Оның ішінде магистрант, докторанттардан бастап бұрыннан жұмыс жасап келатқан маман кадрлар да тартылады. Сол себепті орталық қазіргі таңда әртүрлі бағдарламаларды дайындап, әзірлеп, оларды нарыққа ұсынуда. Енді қазіргі таңда тағы бір біздің өзіміздің алға қойып отырған мақсатымыз, бұл өзіміз арнайы платформа дайындау арқылы осы жұмысты цифрлық бағдарлама, яғни цифрлық деңгейге жеткізу. Осы цифрлық деңгейге жеткізу арқылы олардың ауқымын кеңейтеміз деп ойлаймын. Себебі кез келген тек қана Батыс Қазақстан емес, Қазақстанның түкпір-түкпірінен біздің әртүрлі дайындаған бағдарламаларымызды оқуға, олардан білімін алуға қол жеткізе алады. Сол себепті келесі деңгейге шығатын болсақ, біздің жасап жатқан нәтижеміз де, көрсеткішіміз де бұдан да көп болады деп ойлаймын.